Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір сіздермен өте керемет супер техникамен бөліскелі отырмын достар. Бұл супер техниканы кімдерге жасауға болады? Бұл супер техниканы жалғыз басты адамдарға жасауға болады. Жалғыз жүрген, жартысы жоқ, сүйген жары жоқ, махаббаты жоқ, күйеуі жоқ, достары жоқ, немесе келіншегі жоқ, әлі күнге дейін қызы жоқ жігіттерге, немесе жігіті жоқ қыздарға жасауға болады. Ол үшін бізге бұны 7 күн жасайды. Ешқандай айға байланысты, айға күнге байланысты емес. Растущая луна немесе убывающая луна дегендер бұл жерде қажет емес. Любой кезде жасай бересіңіз. Бұны бірінші күн бастаған жақсы, себебі шатасып кетпейсіңіз. Бірінші күннен бастап 7-ші күнге дейін 7 күн жасауыңыз керек. Ол үшін бізге мынандай любой номиналды тиын керек. Тиын ақша керек, сосын не мынандай свеча керек, восковая свеча, міндетті түрде қызыл цвет болу керек. Свечаның жаңағы түсі. Осындай тиынды қоясыз да, тиынның үстіне бекітіп аласыңыз, нені, свечаны астын жібітіп, жағасыз, жаққаннан кейін 7 рет дұғаны оқисыз. Дұғаны комментарийға бекітіп қоямын. Атыңыз деген жерге атыңызды айтасыз. 7 рет оқып болғаннан кейін міндетті түрде қызыл түсі қызыл болу керек, восковая болу керек, свеча восковая болу керек. 7 рет оқып болғаннан кейін мынаны қолымызбен сөндіреміз. Екінші күні тағы жағамыз, дұғаны 6 рет оқимыз. Үшінші күн тағы жағамыз, дұғаны 5 рет оқимыз. Төртінші күн тағы жағамыз, дұғаны 4 рет оқимыз. Дальше алтыншы күні дұғаны 6 рет оқимын. Алтыншы күні дұғаны 2 рет оқимыз да, 7-ші күні ең соңында 1 рет оқимыз. Сөйтіп күнде минусовать ете береміз ғой, бір күнде да минусовать етіп келген кезде сіздерде онда свеча мына жерге келіп қалатын шығар. 1 рет оқыдыңыз, свеча жанып болған үшін күтесіз. Свеча жанып болғаннан кейін мынандай қалдық қалады. Свеча жанып болды дейелік. Осындай қалдық қалады мына ненің свечадан. Тиынның үстінде. Тиынның үстіне осындай қалдық қалады да. Оны не істейсіз достар? Қазір көрсетемін мен сіздерге. Осындай қалдық қалады. Сіздерге ақ материал керек. Ақ материал міндетті түрде ақ болу керек. Цветі ақ материал керек. Любой. Негізі хлопық болған жақсы, бірақ егер хлопық таба алмай жатырсаңыз, онда ештеңе етпейді. Осыны алып, осыны жақсылап бүйтіп орайсыз. Ыңғайлы орап аласыз. Қазір маған ыңғайсыз, бір қолымда не камера тұрғасын. Осылай ыңғайлы орап аласыз да. Ыңғайлы осылай орап аласыз. Осы тиын ақ материалы менен сізде өзіңізбен 3 күн өзіңізбен бірге 3 күн өзіңіздің энергияңыз сіңу үшін 3 күн өзіңізде жүру керек. Қалтаңызға салып қойсаңыз болады. Белден төмен жаққа насет ету керек, немесе бәтеңкіңіздің бір несіне, киіп жүрген бәтеңкіңіздің бір несіне тығып қойсаңыз болады. Немесе қалтаңызға түнде жатарда мешать етеді десеңіз, онда алып кроватыңыздың аяқ жағына алып, таңертең қайттан қалтаңызға салып алсаңыз болады достар. Содан кейін 3 күн өткеннен кейін 4-ші күні бұны любой жеміс ағашының астына апарып тастайсыз, түбіне тастайсыз да, үстіне сахарный песок құйып тастайсыз. Сахарный песок полный үстіне құйып тастау керек. Осы ақ материалменен тастайсыз ағаштың түбіне, полный бетіне сахарный песок құйып тастайсыз. Құйып тастағаннан кейін 1 рет мына дұғаны оқисыз. Болды достар, басқа еш нәрсе жасамайсыз. Сәттілік ал достар, жасап көріңдер.